Сәлем! Бүгінгі өтетін тақырыбымыз әлемдік көрме, мұражай, кітапхана. Бүгінгі сабағымызда дүние жүзіндегі ең танымал көрмелер, мұражайлар және кітапханалар туралы айтатын боламыз. Ең алдымен сабағымызға қатысты 3 маңызды жаңа сөзбен танысайық. Бұл мұражай. Мұнда тарихи экспонаттар сақталады. Әлемдегі ең танымал мұражайлар қатарына Лондондағы Британ мұражайы, Париждегі Лувр мұражайы, Париждегі Лувр мұражайы, Ватикан мұражайы және Санкт-Петербургтағы ұлттық Эрмитаж жатады. Ал бұл көрме. Көрме белгілі бір уақыт аралығында ұйымдастырылады. Көрме экспо деп те аталады. Ал сіздер білесіздер ме, әлемдегі ең алғашқы экспо 1851 жылы Лондондағы Гайд саябағында ұйымдастырылған екен. Сонымен қатар, елімізде де 2017 жылы Астана қаласында болашақ энергиясы атты экспо өткен болатын. Ал келесі жаңа сөзіміз кітапхана. Мұнда кітаптар сақталады. Әлемдегі ең танымал кітапханалар қатарына Вашингтондағы Конгресс кітапханасы және Александрия кітапханасы жатады. Ал енді мына сұрақтарға жауап бер. Бұл экспо қай қалада өткен? Дұрыс, Астана қаласында 2017 жылы өткен болатын. Келесі сұрақ. Ең алғашқы экспо қай қалада өткен? Дұрыс, Лондон қаласында өткен. Келесі сұрақ. Ал Лувр мұражайы қай қалада орналасқан? Дұрыс, Франциядағы Париж қаласында орналасқан. Келесі сұрақ. Ал ұлттық Эрмитаж қай қалада орналасқан? Дұрыс, Санкт-Петербург қаласында орналасқан. Ал Конгресс кітапханасы қай қалада орналасқан? Дұрыс, ол Вашингтон қаласында орналасқан. Ал енді келесі тапсырма. Диалогты мұқият тыңда. Не істеп жатырсың? Мен әлемдегі ең танымал мұражайлар туралы оқып отырмын. Білесің бе, Еуропадағы ең алғашқы мұражай Париж қаласындағы Лувр мұражайы екен. Сонымен қатар, бұл туристер ең көп келетін мұражай. Сонда Лувр мұражайы туристерді несімен қызықтырады? Мұнда әлемге танымал картиналар мен мүсіндер өте көп. Мысалы, Мона Лиза картинасы, Венера Милоская мүсіні осында сақтаулы. Қызық екен, тағы қандай танымал мұражайлар бар? Луврдан кейінгі танымал және үлкен мұражай Лондондағы Британ мұражайы. Ал бұл мұражайдың қандай ерекшелігі бар? Британ мұражайы 100 жылдан астам уақытта салынған екен. Мұнда әртүрлі мемлекеттің тарихи заттары бар екен. Мысалы, ең алғашқы тиындар, медальдар, кітаптар сақталған. Лондонда Британ мұражайынан басқа Британ кітапханасы да бар емес пе? Дұрыс айтасың. Алғашында Британ мұражайында 7 миллионнан астам кітап болған. Бірақ кітаптардың көп болуына байланысты 1972 жылы кітапхананы музейден бөлуге тура келді. Бұл мұражайдың тарихы өте қызық екен. Жарайсың. Ал енді диалогқа қатысты мына сөйлемдердің дұрыс-бұрыстығын анықта. Мона Лиза картинасы Британ мұражайында сақталған. Жоқ, бұл қате сөйлем. Мона Лиза картинасы Лувр мұражайында сақталған. Келесі сұрақ. Лувр мұражайы туристер ең көп келетін мұражай. Иә, бұл сөйлем дұрыс. Үшінші сұрақ. Британ мұражайында ең алғашқы тиындар сақталған.
Иә, бұл дұрыс сөйлем. Төртінші, Лондонда Британ атты мұражай ғана бар. Жоқ, бұл сөйлем қате. Лондонда Британ атты мұражай және кітапхана бар. Келесі сұрақ. 1973 жылы кітапхананы музейден бөлуге тура келді. Иә, бұл дұрыс. Және соңғы сөйлем. Британ мұражайында 8 миллионнан астам кітап болған. Жоқ, бұл қате. Британ мұражайында 7 миллионнан астам кітап болған. Ал сізге көрмелерге, мұражайларға немесе кітапханаларға барған ұнайды ма? Осы сұраққа жауап беріңіз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау бол!